Сәлем, мен Маржан Нұрланқызы, 3 баланың анасымын, қазіргі таңда декреттік демалыстамын. Негізгі мамандығым бухгалтер, ал бүгінгі таңда ипотека маманы және жер эксперті ретінде жұмыс жасаймын. Менің үй мәселесіне соншама жақын қарайтынымды көп адам біле бермейді. Бала кезімізде біз өз үйімізді сатып жіберіп, көп жылдар бойы жалдамалы пәтерде тұрдық. Сол кезде бала болғандықтан көп нәрсені түсіне бермейсің, бірақ менің ішімде бір сезім қалған. Сол сезімдерді қазір ойлаймын. Көбінесе бұл салаға менің қазір айналысып жүргенім, көп адамдарға осы ипотека саласында көмектесіп жүргенім, үй алу бойынша көп деген адамдарға, хотя ең болмаса бір бөлмелі үйлеріңізді алып алсаңыздаршы дейтін себебімді де қазір енді бір ойлап қарасам, осы бала кезімдегі сезімдеріме байланысты сияқты. Өз үйің болмаған кезде адамның ішінде бір тұрақсыздық болады екен. Менің ата-анам көп еңбек етіп, кейін бір 8-9 жылдан кейін өзіміздің шаңырағымызға көшкенбіз. Ол шаңыраққа көшкен кездегі сезім енді мүлдем басқаша. Өзіңнің үйіңнің басында баспанаң болу деген ол басқа бір сезім екен. Сол себепті де мен қазір көп адамдарға осылай, олардың балалы адамдар келсе, әсіресе оларды мен өзімнің бір балалық шағыма түсіп кеткендей кейде сезінемін. Сондықтан да ол кісілер адамға қасымда клиенттер, болса бір адам балалы болып келсе, мен уже ойлаймын, сіздерге қазір сіздердің жағдайларыңызға қарай қандай бағдарлама сәйкес келеді, қалай үй алу керек, мүмкін бірден 3 бөлмелі емес, ең болмаса 1 бөлмеліден бастау керек қой деген өзімнің кеңесімді айтамын. Бүгін жалдамалы пәтерде жүрген отбасыны көрсем, естісем, ең алдымен олардың балаларын елестетемін. Сондықтан мен әрдайым ең болмаса 1 бөлмелі өздерінің үйлері болса екен ғой деп тілеймін. Мүмкін сол себепті де мен қазір осы үй саласымен айналысып жүрген шығармын. Бұл мен үшін жай ғана жұмыс емес, бұл менің жүрек қалауым. Менің осы бір видеом бір отбасының үйлі болуына себебін тигізсе, мен өте қуанышты боламын. Сол себепті де осы Маржан үйге апарар жол каналын сіздермен бірге ашып жатырмын. Каналға қош келдіңіздер.